Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Ақерке. Мен сіздерге бүгін молочная девочка, яғни сүтті қыз тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал бисмиллах, ең алдымен жұмысымызды жұмыртқаны шағып алудан бастаймыз. Бұл жерде менде 3 жұмыртқа, негізі менде кішкентай жұмыртқа болды. Егер сіздерде үлкен жұмыртқа болатын болса, 2 қоссаңыздар жеткілікті. Содан соң сгущенкамызды құямыз. Дәл осылай бір банкасы 300 грамм. Миксерменен 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнды қосамыз, осылай електен өткізіп. Достар, мен толық рецептісін, барлығының граммдарын описанияға жаза кеттім. Сол жерден өтіп, міндетті түрде қараңыздар. Ал енді сары майды микроволновкаға ертіп алып, оны да құйып араластырамыз. Және де 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, оны да миксермен араластырамыз. Достар, бұл жерде менде кондитерлік кольцо болмағандықтан осылай 20 сантиметрлік тостақты қолдандым. Осылай ручкаменен сызып шықтым. Достар, сіздер де осылай үй жағдайында қолдансаңыздар болады. Міне, бізде бұл тестамыз қаймақ тәріздес болады, және де бұл тестадан 6 корж шығады. Ең алдымен пергамент қағазды осылай жайып қоямыз, және де басында бір ас қасықтан барлығына бөліп, солай тестаны бөліп шығамыз. Енді тестамызды сызықтың бойынан шығармай, жақсылап, асықпай жағып шығамыз. Ең бастысы барлық жеріне бірдей болып тиюі керек, және бір бетіне көп, ал екінші жағына аз болып қалмауы керек. Сондықтан асықпай істеңіздер. Міне, осылай барлығын дайындап алғаннан соң пеште 170 градуста 3-5 минутта осылай сарғылт түстес болғанша пісіріп алыңыздар. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ең алдымен сливкиді құйып, оның өзін бөлек миксермен араластырып алыңыздар. Содан соң творожный сырды саламыз. Достар, сіздер естеріңізге сала кетейін, мен барлық заттардың граммдарын описанияға жаза кеттім. Сол жерден өтіп қараңыздар. Кейін сахарная пудра, яғни қант ұнтағын електен өткізіңіздер. Өйткені осылай арасында түйіршіктері болуы мүмкін. Миксерменен 4-5 минуттай жақсылап араластырыңыздар. Достар, ескеретін жайт, крем міндетті түрде видеода көрсетілгендей қою болуы шарт, міндетті түрде. Енді тортты жинаймыз. Мен осылай корждың үстінен кішкене суменен жағып шықтым. Немесе сүтпен де істеуге болады. Осылай бірінен соң бірін корж, крем қылып жақсылап жағып шығыңыздар. Содан соң жанын пищевой пленкамен жақсылап жауып, барлық жерін жауып болған соң тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырыңыздар. Ал енді торттың обтяжкасын жасайтын боламыз. Сары май бөлме температурасында болуы керек, алайда қатты жұмсақ болмау керек. Араластырып болғаннан соң творожный сыр және де сахарная пудрамызды саламыз. Достар, тағы да естеріңізге сала кетейін, мен барлық заттардың граммдарын описанияға жаза кеттім. Сол жерден өтіп қараңыздар. 4-5 минут миксермен араластырың.
Достар, ескеретін жайт, тортымыздың обтяжкасы видеода көрсетілгендей кішкене сарғылт түсте, оның үстіне қою болуы шарт, міндетті түрде. Дайын болған соң мен осылай кондитерлік мешокқа салып алдым. Егер сіздерде болмаса, жай аз қасықпенен жан-жағынан жағып шығуға болады. Өйткені бұл үй жағдайында жасалып жатқан молочная девочка тортымыз. Енді кезекте төменнен жоғарға қарай видеода көрсетілгендей етіп жағып шығыңыздар. Енді бетін тегістейтін боламыз. Менде кондитерлік пышақ болмағандықтан осылай үйдегі үлкендеу пышақпенен істедім. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Барлық жері біркелкі тегіс болуы шарт емес, өйткені отбасыңызға жасағандықтан ештеңе етпейді. Менде осылай болып шықты. Енді тортымыздың ганашын істейтін боламыз. Осылай 100 грамм шоколадты ертіп аламыз. Микроволновкаға немесе буға ертіп алсаңыздар болады. Мен сіздерге буға ертіп алу жолын көрсеттім. Шоколадты ерту барысында тоқтамай қозғап тұруларыңыз шарт. Еріген шоколадқа 20 граммдай сұйық майды құямыз. Мен көз мөлшерімен құйдым. Жақсылап араластырып, бөлме температурасында суығаннан соң ғана барып торттың бетіне жағып шығамыз. Ыстық кезінде болмайды. Мен осылай жандарынан аз қасықпенен шоколадты құйып шықтым. Негізі кондитерлік мешокпен құйған ыңғайлы екен. Мен оны тек соңғы жағында ғана қолдандым. Егер сіздерде кондитерлік мешок болмаса, кәдімгі қарапайым пакет сонымен құйсаңыздар болады. Кішкене ғана жанын асты жағын қырқып. Және осылай сәндік үшін бетінен осылай сызықтармен сызып шықтым. Дайын болған тортты 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Достар, каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.